Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Ана тілі пәнінен 87-ші сабақ заттың сынын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Алдымен ережені есімізге түсіріп алайық. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, қандай үлкен, қандай таза, қандай биік. Ережені есімізге түсіріп алсақ, суреттерге қарайық. Бірінші суреттен нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, қарбыз. Қарбыз қандай? Жасыл қарбыз. Келесі, құлпынай қандай? Дәмді құлпынай. Келесі, асқабақ қандай? Қатты асқабақ. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Өлеңнің тақырыбы «Мен дәрігер боламын». Ақ қалатты киемін, әппақ болып жүремін. Әппақ болып жүргенді өзім жақсы көремін. Дәрігермін мен деймін, кәрі әжемді емдеймін. Көп ішіп дәріні, кәрілікті жеңдеймін. Авторы Өтебай Тұрманжанов. Оқушылар, дәрігер деп кімді айтады? Жақсы, жарайсыңдар. Дәрігер деп адамдарды емдейтін, адам өмірінің сақшысын айтамыз. Дәрігер не істейді? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Кейбір жағдайда адамдардың денсаулығы сыр беріп, басы ауырып, тісі сыздап ауырып жатқан кезде дәрігерлер адамдарды емдейді. Оқушылар, сендер дәрігер болғыларың келеді ме? Жақсы, жарайсыңдар. Ал дәрігер болу үшін не істеу керек? Жақсы, жарайсыңдар. Дәрігер болу үшін көп оқу керек. Дәрігер болу үшін жүректілік, шыдамдылық, білім мен біліктілік, аса сақтық, ұқыптылық, жауапкершілік, адалдық және шексіз мейірімділік керек. Оқушылар, осы өлеңнің алғашқы шумағын әдемі етіп көшіріп жазайық. Және қандай сұрағына жауап беретін сөздердің астын сызайық. Өлеңнің алғашқы шумағында қандай деген сұраққа жауап беретін қандай сөздер бар екен? Дұрыс айтасыңдар. Ақ қалатты киемін. Қандай қалатты? Ақ. Яғни ақ деген сөз ол заттың сынын білдіріп тұр. Келесі, әппақ болып жүремін. Қандай болып жүремін? Әппақ болып жүремін. Яғни әппақ сөзі заттың сынын білдіріп тұр. Келесі, әппақ болып жүргенді, яғни әппақ деген сөз ол заттың сынын білдіріп тұр. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу. Мен дәрігер боламын. Өлеңнің мазмұнына сай келетін мақалды тауып жаз дейді. Балалар, ал мақалдарды оқиық. Өнерлі бала сүйкімді. Мен дәрігер боламын деген өлеңнің мазмұнына сәйкес келеді ме? Жақсы, жарайсыңдар. Келесі, ағаш көркі жапырақ сәйкес келеді ме? Жақсы, жарайсыңдар, сәйкес келмейді екен. Соңындағы мақал мәтелді оқиық. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Дұрыс айтасыңдар. Осы мақал мәтел сәйкес келеді екен. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болатын болса, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп мақал мәтелді әдемі етіп, көркем етіп дәптерімізге жазып аламыз. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі үшінші жаттығуға қарайық. Берілген суреттердің ішінен дәрігер қолданылатын заттарды ата. Ал енді суреттерге қарайық.
суреттегі қай заттарды дәрігер қолданады екен? Бірінші, дұрыс айтасыңдар, дәрі-дәрмектерді қолданады. Келесі, әрқашанда біз дәрігердің мойнынан көреміз. Ол не? Оның аты стетоскоп деп аталынады. Келесі зат термометр. Термометрді біздің дене қызуымызды анықтау үшін қолданады. Жақсы, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.